Көпшіліктің үрейін туғызған коронавирус індеті бүгінгі таңда өршіп тұрғанымен, ақжелеңді абзал жандардың арқасында дертінен дер кезінде құлан таза айыққандар да бар. Сондай сырқатқа тап болғандардың біразы дәл мына біз тұрған Қарасай ауданының инфекциялық ауруханасында ем-домын қабылдауда. Біз бүгін осы адамдардың денсаулық жағдайына көз жеткізіп, жақынырақ тілдесетін боламыз. Дәрігерлердің үнемі бақылауында болып, сырқатынан сауығып келе жатқан жандардың қатарында Қарасайлық Алтынқыз Исмаилова мен Жамбыл ауданының тұрғыны Бибікамал Абдықазымова да бар. Апаларымыздың қазіргі жағдайы қалыпты, білікті мамандардың жіті бақылауында. Бүгінде олар ауруханаға алғаш келген сәттерін ауыр күрсініспен еске алады. Реанимацияда 1 жеті жаттым. 1 жетінің ішінде ұйқысыз түндер өткізді осы врачтар. Уколымызды салып, дәрімізді қарап, өлшеп, осылай бізге көп көмек көрсеткен абзал жандар осы. Мен осыларға тілегім, дендері сау болсын. 1-ші этаждан кіріп келе жатырмын, демім таусылып келе жатыр. Тез бассаң кислородқа жетесің деген кезде, маған 2-ші этаждағы кислородқа жету 10 километрдей болып көрінді. Құрметті абзал жандар, сіздер мына өмір менен өлімнің арасындағы күресіп жатқан мынау елдегі символ адамдарсыздар сіздер. Сіздердің еңбектеріңіз орасан. Дәл осындай ауыр жағдайды басынан өткізген емделушілердің бірі Іле ауданынан келіп дертіне шипа тапқан Мұратхан Нұриев. Тынысы тарылып, дем алуға шамасы жетпей осындағы медицина мекемесіне жеткенде жарық дүниемен қош айтыстым деп ойлаған. Аты өшкір ауру жанына тыныштық бермеген сәтте, ең болмаса күзде әскерден оралатын ұлымды көріп кетсем деген әкелік арманы да болған екен. Енді міне, ақ халаттылардың арқасында ағамыздың қазіргі күйі көңіл қуантарлық жағдайда. Ақ халатты абзал рахмет. Ауру жоқ деп көбі сенбейді, сену керек. Осы маскамен жүреміз, маскасыз жүреміз бәріміз. Соны міне, қазір кішкене айбат жақсы болдым, оң болды міне, қарабат, таза бәрі. Енді 4-5 күн жатам. Рахмет. Халқым аман болсын, жұртым аман болсын. Ауруханадағы адамдардың ахуалына жауап беретін білікті мамандардың бірі Бөпеш Әмірханова мұндағы емделушілердің қазіргі жай-күйі жақсы екенін жеткізеді. Оның айтуынша, ем-домын толық алған науқастар 14 күн ішінде үйіне қайтарылып, жергілікті дәрігерлердің бақылауына тапсырылады. Бізде мінекей осы 75 койка арналған, барлығында аурулар жатыр. Қазір осы күнде бізде 65 науқас жатыр, ем алып жатқан. Барлығының емдері оң нәтиже беріп жатыр. Реанимацияда 6 науқасымыз бар, қазір 6 науқастың да жақсы жағдайлары ауыр болса да енді барлық жағдайларын жасап жатырмыз. Дертіне демеу тапқан науқастардың қазіргі жағдайы міне осындай. Ал денсаулықтың сақшысына айналған дәрігерлер індеттің ізі суымай тұрған шақта бүгінгі күннің батырлары деуге әбден лайықты. Сюжетті дайындағандар Дидар Мәлікұлы, Асқат Рысбеков және Бағдаулет Талипов.